Алтын сақа. Өткен заманда бір бай болыпты. Ол бір перзентке зар болыпты. Зарға жүріп перзентті болыпты. Бай бір күні жылқысын суара көлге келсе, көлдің ішінде бір қып-қызыл өкпе жүзіп жүр екен. Байдың айдап келген жылқылары көлдегі жүзіп жүрген өкпеден үркіп суға жуымайды. Әлгі жерде бай жылқыларын қанша айдаса да суға жаба алмайды. Сол кезде бай тұрып судағы жүзіп жүрген өкпені құрықпен түртіп көреді. Өкпе суға батып кетіп, әлден уақыттан соң жалмауыз кемпір болып судан шығады. Байдың жағасынан ала кетеді. Бай көз алақандай болып қорқып кетеді. Бай жалмауыз кемпірге: "Ат басындай алтын берейін, қоя бер", дейді. Жалмауыз кемпір жібермейді. "Осы жылқыларының бәрін берейін, қоя бер", дейді. Кемпір көнбейді. Кемпірден сасып: "Енді не берейін?" дейді бай. Кемпір: "Жалғыз балаңды бер, жіберейін", дейді. Бай жалғыз баласын бермек болады. Кемпір байды қоя береді. Кемпір байға: "Балаңды қай жерге бересің?" дейді. Сонда бай: "Ертең көшемін. Сонда баламның алтын сақасын жұртқа тастап кетейін, сен жұртта сол сақаның жанында отырасың", дейді. Сонымен бай жалмауыз кемпірге уәдесін беріп, жылқыларын айдап кетіп қалады. Ертеңіне көшеді. Жалғыз баласының алтын сақасын ұмыттырып, жұртқа тастап кетеді. Ауыл жаңа қонысқа көшіп барады. Асық ойнайын десе, сақасы жоқ. Бала алтын сақасын жоқтап жылайды. Сонда әкесі: "Кеше көшіп жүргенде жұртта қалыпты, барып алып келе ғой", дейді. Бала бармақшы болады да әкесінен: "Әке, қандай тайға мініп барайын?" деп сұрайды. "Жылқышыдан сұрап мін", дейді бай. Жылқышы балаға: "Құрығыңды құлдыратып, жүгеніңді сылдыратып жылқыға бар. Қай тай бетіңе қараса соны мін", дейді. Бала құрығын құлдыратып, жүгенін сылдыратып жылқыға келсе, шеттегі бір қотыртай балаға қарай қалады. Бала сол қотыртайды ұстайды да жүгендейді. Жүгендегенде тайдың қотыры жазылады, үстіне тоқым салғанда құнан болады, үстіне ер салғанда дөнен болады. Айылын тартқанда 5 тат болады. Бала үстіне қарғып мінгенде тұлпар болып, көз ашып жұмғанша жұртқа жетіп келеді. Жұртқа келсе, алтын сақасы ошақ басындағы тезек түбінде жатыр екен. Сақа жанында бір кемпір отыр екен. Бала кемпірге: "Шеше, анау жатқан сақамды алып берші", дейді. Сонда кемпір: "Шырағым, өзің түсіп ал. Кәріліктен отырсам тұра алмаймын, тұрсам отыра алмаймын", дейді. Сонда бала: "Мен жастықтан түссем міне алмаймын, мінсем түсе алмаймын", дейді. Сонда баланың тайы сақаның жанына жата қалады. Бала үзеңгіден аяғын суырмай, сақаны іліп алады. Тай тұра қашады. Жалмауыз кемпір тұра қуады, бала қашып келеді. Әрі-бері қуып жете алмайтын болған соң, кемпір бір тісін жұлып алып, атып жібергенде тайдың бір аяғын жұлып түсіреді. Тай 3 аяғымен қашып жеткізбейді. Кемпір тағы бір тісін жұлып лақтырғанда тайдың тағы бір аяғы жұлынып түседі. Тай 2 аяғымен шауып бара жатып, жолында бір бәйтерекке кез болады. Тай әлсірейін дейді. Терек жанына бара бергенде, бала тайдан секіріп түсіп, бәйтеректің басына шығып кетеді. Жалмауыз кемпір бәйтеректің түбін кешке дейін қазады. Bir кезде бір қызыл түлкі келеді де кемпірге: "Шеше, шаршаған екенсің, мен қаза тұрайын, сен ұйықтап дем ал", дейді. Кемпір жатады. Түлкі тісі суға атады да қазған шұңқырды қайта бітеп өзі кетіп қалады. Кемпір тұрса, тісі де жоқ, түлкі де жоқ. Кемпір тағы бір тісін суырып алып, кетпен қылып бәйтеректі қаза береді. Bir уақытта тағы да бір түлкі келіп: "Шеше, кетпеніңді маған бере тұр. Сен шаршаған шығарсың, мен қазайын", дейді. Сонда жалмауыз кемпір: "Сен кетпенімді алып қашып кетесің", дейді. Сонда түлкі: "Ол қырдың қызыл түлкісі, ал мен сайдың ақ түлкісімін. Баяғыда бұл баланың әкесі аң аулап жүргенде мені қуып соға жаздаған болатын. Сондықтан бұл балада менің кегім бар", дейді.
жалмауыз кемпір түлкінің сөзіне сеніп, тағы да кетпенді түлкіге беріп, өзі ұйқыға кіріседі. Түлкі тағы да кетпенін суға лақтырып жібереді де, шұқырды бітеп, өзі қашып кетеді. Кемпір тұрса, тағы да кетпені де жоқ, түлкі де жоқ. Алда, ойбай-ай, алдаған екенсің ғой, деп тағы да бір тісін суырып, кетпен қылып бәйтеректің түбін қаза береді. Сонда кемпір аузын ашты, бірақ тісі қалыпты. Кемпір бәйтеректің түбін қаза-қаза құлатуға жақындайды. Бір заманда баланың төбесінен бір топ қарға өтеді. Бала қарғаға: «Ау, қарғалар, қарғалар, қанатыңмен жорғалар, жайлаудағы 5 төбетіме хабар айта кет, мені жалмауыз кемпірден арашылап алсын», дейді. Сонда қарғалар қарқ, қарқ етіп ұшып кетеді. Бір мезгілде үйректер төбесінен ұшып өтеді. Бала оларға да айтады. Олар да үндемей ұшып кете береді. Бір мезгілде бір қарлығаш бәйтеректің төбесінен әрлі-бері ұшып жүреді де баланың төбесіне келіп қонады. Бала қарлығашқа жылап тұрып, бұған да тапсырады. Бұрын бала қыстауындағы ұя салған қарлығаштардың балапандарына тимей, бұларды жақсылап өсіріп, ұшырып жібереді екен. Сондықтан бала қарлығашпен дос екен. Сонымен қарлығаш баланың төбеттеріне тапсырғанын айтып барады. Осындай пәлен жердегі бәйтеректің басында бала тұр. Бәйтеректің түбін жалмауыз кемпір қазып жатқандықтан енді құлатуға таяу тұр, дейді. Қарлығаш баланың төбеттеріне: «Мұны естіген соң төбеттер шапқаннан шауып отырып бәйтерекке келеді. Сол кезде бәйтерек те жерге құлайды. Баланың төбеттері жалмауыз кемпірдің қолын қол, бұтын бұт, жүн-жүнін шығарып талап тастайды. Бала төбеттеріне кезек-кезек мініп, еліне аман-сау жетеді. Бала жалмауыздан аман-сау құтылып келгеніне әке-шешесі қатты қуанып, ел-жұртын жиып үлкен той жасайды. Бұдан былай неше күндер өткен соң, баяғы жалмауыз кемпірдің қызы құлаған бәйтеректің жанына келеді. Келсе, шешесінің жүн-жүні шығып, өліп қалғанын көреді. Кім өлтіргенін білу үшін сол жерге қарап жүрсе, иттердің ізін көреді. Мұнан соң қыз иттердің ізіне түсіп, келе жатса көп жылқыға кез болады. Енді ауыл жақын екенін біліп, ол жүріп келе жатады. Иттердің ізі тұп-тура байдың қотанын алып келеді. Бұл кезде қотанға баяғы жалмауыз кемпірдің қыздың келгенін біліп, 5 төбет жалма-жан тұра ұмтылады. Қыз кемпірдей емес, өте күшті екен. 5 төбетке бой бермейді. Сол арада бала садақпен атып қызын көзін шығарады. Садақпен екінші рет атқанда қызды өлтіреді. Сөйтіп жалмауыздан мәңгі құтылады.